Бүгінгі ұсынатын құрал оқушыларға өтілген тақырыпқа сұрақ-жауап айдарын ұйымдастырған кезде қолдансаңыз болады. Яғни бұл дайын PowerPoint бағдарламасында жасақталынған жылдам көліктер деп аталатын арнайы сіз үшін ұсынылып отырған құрал. Ойынның шарты бойынша көріп отырғандарыңыздай 4 түрлі көлік бар және негізгі мақсат әрине мәреге жету болып табылады. Ал көліктің қозғалуы үшін оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап беруі қажет. Ойынның шартын түсіндіре кетейін. Мұғалім сыныпты 4 топқа бөледі. Әр топ өздеріне ұнаған көліктерді таңдайды. Мұғалім спиннерді айналдырып кездейсоқ түрде тоқтатады. Қай топтың көлігінің түсі түссе, сол топтың көлігі қозғалады. Алайда қозғалыс орын алу үшін ол топ мұғалімнің сұрағына жауап беру керек. Егер сұраққа жауап берілсе, көлік қозғалады, ал жауап бере алмаса, көлік орнында қалады. Қайсы көлік бірінші мәреге жетсе, сол топ жеңіске жетеді. Міне алдарыңызда 4 түрлі көлік бар. Жасыл түсті, көк түсті, қызыл түсті, сары түсті. Осыған байланысты 4 түрлі топқа бөлеміз. Одан кейін осы жерде спиннер бар. Яғни айналдыру батырмасын басамыз. Және де оны тоқтатамыз. Осы кезде мысалы қызыл түсті көлікке түссе, демек қызыл түсті көлік қозғалуға ниет етеді. Ал қызыл түсті көлік қозғалу үшін оған арнайы мұғалім сұрақ дайындап қояды. Мысалы 30 тамыз қандай күн? Оқушы жауап береді. Конституция күні. Одан кейін бұл көлік қозғалуға ниет етеді. Одан кейін тағы сұрақ қоясыз. Мысалы 1 қыркүйек қандай күн? Білім күні деп сол топ жауап берсе, демек бұл тағы да бір қадам алға қадам жасайды. Осылайша сіз сұрақ қоя бересіз. Сұрақ қойған сайын осы қызыл түсті көліктің үстін баса отырып, оны мәреге дейін алып бересіз. Ал егер де бұл қызыл түсті көлік сұраққа жауап бере алмаса, демек спиннерді айналдырып, келесі көліктің қозғалуына рұқсат бересіз. Біз енді осы жолы қызыл түсті көліктің қозғалуы үшін бірнеше сұрақтарды айтып жатырмыз делік. Осылайша қызыл көлігіміз біздің қозғалып, осылайша міне біздің қызыл көліктегі топ жеңіске жетті. Жалпы бұл ойынның артықшылығы ешқандай қосымшалар жүктеу талап етпейді. Арнайы PowerPoint бағдарламасына дайындалып тұрған шаблон және де интернетті ешқандай қажет емес. Оқушылардың бірден сабаққа деген қызығушылығын, белсенділіктерін арттырады. PowerPoint бағдарламасында арнайы жасақталған дәл осы презентацияның электронды нұсқасын алу үшін көрсетілген номерге жазыңыз. Кез келген сабақта қайталау материалдары ретінде қолдансаңыздар болады. Сонымен бүгінгі видео пайдалы болса, лайк қойып пікір қалдырып, өзге де әріптестерге бөлісе отырыңыздар. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.